Қадірменді тыңдарман, бұл видеода біз сіздерге қара шаңырақ сөзіне қысқаша түсіндірме және әңгімені баяндайтын боламыз. Қара шаңырақ сөзінің түпкі мәні тереңде жатқанын бұл видеодан көре аласыз. Ендеше бастайық. Қара шаңырақ бұл ел қадірлейтін әкенің, не атаның, не бабаның дәстүр бойынша кенженің еншісіне қалатын үлкен үйі. Қара шаңырақтың түпкі мәні не дегенге келсек, ол әр отбасының өзінен тараған барлық ұрпағы, ағайын ынтымағы, баба салтын сақтауы, атана үлгісін үкілеуі, сол жолды жалғастыруы. Сөйтіп, ауыл бірлігін, ел бірлігін арттыруы, ұлт ұйтқысына айналдыруы, қалыбын бұзбай, кейінгі ұрпаққа аманат етіп қалдыруы. Біздің үйді ауылдың жартысы қара шаңырақ дейтін. Мен 10-11 жас шамасында өз үйім деп төрде шалқамнан жатыр едім. Сонда бізге апа болып келетін, көрші үйде тұратын әжемнің абысыны есіктен кірді де иіліп сәлем берді. Мен басымды көтердім де, апа жаңылысқан болар, төрде атам жатыр деп ойлаған шығар, деп онысына аса мән бермедім. Бірақ кейін бұл жағдай бірнеше рет қайталанды. Бірде мен үйде жалғыз қалған едім. Әлгі апа тағы да үйге келді. Мен апаны үйге кіріңіз деп артынан өзім де кіріп келе жаттым. Ол кісі тағы да иіліп сәлем берді. Бұл жолы мен апа алжиын деген бе деп бетіне үңілдім. Бірақ есі түзу, дені дұрыс секілді. Артынша әжем келіп, одан кейін екеуі шүйіркелесіп шай ішті. Ол кеткеннен кейін көкейімде тұрған сауалдың жауабын білейін деп әжемнен оның мәнісін сұрадым. Әжем сонда менің бұл сұрақты қойғаныма сүйсініп, дәстүрді білуге ұмтылғаның қазақылықтан аттап кетпейтініңді білдіреді деп айналып толғанып, маңдайымнан бір иіскеп алды да түсіндіруге кірісті. Барлық келін үлкен үйдің босағасын аттағанда иіліп сәлем береді. Шаңырақ иесінен басқа келін еш уақытта төрге шықпайды. Міне, осының бәрі қара шаңыраққа деген сый құрмет, кішілік ізет. Сен көрген көрініс те осы құрметтің белгісі. Өйткені бұл үйді қара шаңырақ деп құрметтейді. Отау үйдегілер үлкен үйге қара шаңыраққа кіргенде үйде адам бар болсын, жоқ болсын, төрге иіліп сәлем береді. Ол ата-бабалардың аруағына деген құрмет, деді әжем.